Құдай аспан домалақ ғалам. Енді менің Оралхан өгей әкем бар, Клара әйелі бар. Енді Клара маған кіндік шеше болып кетті. Бұлай байланыспен кіндік шеше. Болды. Орыс ана кіндік шешені көрген жоқпын да, көре алмаймын да. Олар маған сай емес та, сай бола алмайды да. Кіндік шеше маған Клара. Өгей әкем Оралхан. Оның Оралханның сүйегі Қожа Насыр. Жүрегі Алдар. Сонда менің аталарым қалай болса солай. Өмірмен аталарым Серқанның әкесі, Ержанның әкесі. Серқан анамның ұлы, Ержан анамның ұлы Бақытгүлдің. Сонда анамда екі күйеу бар. Қазіргі уақытта екі күйеу бар. Қалай болса солай, айдақар екі басты. Қазіргі уақытта кім сатқан жоқ, солай. Амангелді әкем сүйегі Танты, жүрегі Ақсүйек. Бақытгүл жүрегі Адай, сүйегі Найман. Білмеймін, қазақ сақ бірдеңке деді, білмеймін. Кім қалай, бірақ қазақ сүйек деді, сақ жүрек деді, білмеймін. Сақ ана жағынан, қазақ әке жағынан. Көре жатамыз. Солай. Сонда Серқан тұңғыш өгей көкем болып кетті, Ержан тұңғыш кенже көкем болып кетті, өгей. Солай осы өмірде. Енді Аслан көкем ана дүниеде, білмеймін. Жеңіс құрдас болып кетті. Аслан бауырым, Жаслан бауырым, Ләззат қарындасым, Ардақ қарындасым. Білмеймін, Муслим құрдас. Данел енді, күйеу бала, қалай болса да солай. Ардақтың жігіт. Алина Келінжан, солай. Енді Амир, Диана, Сания, Сезім, Амина, Амир, Диас, Саят. Енді балалар 18-ге толған жоқ. Жәшікті айттым ғой. Болды, Жеңісті айттым. Мөлдір апайым, Индира апайым, Серікқан, Ержан, Ерболан, Абзал, Раушан.